Қайырлы күн. Бүгінгі осы сабақта клиентке тізерлемей, четко потребностьтарын жаба отырып сатуды үйренеміз. Өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Перизат Молдашева. 3 жылдық опыты бар продюсер маркетологпын, ментормын, наставникпін. Өзімнің оқушыларыма project продюсер болуға наставлять етіп, оларды солай үйретіп проекттерге кіргізіп жүрмін. Және де өзімнің проекттеріме 0-ден бастап 10 миллионға дейін продажа жасап жүрмін. Менің жұмыс жасаған нишалар нутрициология, профкондитер, кәсіби бизнесі, контент-маркетинг, массаж нишасында жұмыс жасап жатырмын. Бүгінгі сабақта сіздерге не үшін клиентке тізерлемей сату керек екендігін по полочкам ашып беремін. Қағаз ручкаларыңызды алып дайын отырыңыздар. Менің мақсатым сіздерге жүйесіздік пен хаостан құтылып, системный продажа жасау. Менің өзімнің көріп жүрген проблемаларым: алдыма клиент келеді, вроде бы барлығын түсіндіріп айтамын, продажаға жапсам, рахмет, потом хабарласам деп кетіп қалады дейді. WhatsApp-қа заявка болып түседі, клиенттерге жазған кезде жауап бермей қалады, немесе созвонға шыққан кезде хорошо, маған қымбат деп кетіп қалады. Осы проблемалардың барлығын көріп жүргеннен кейін сізге клиенттің полностью потребностін түсінуге арналған разбор техникасын түсіндіргім келіп тұр. Осы жерді полностью түсінгеннен кейін сіз ешқандай клиентке тізерлемейсіз, потребностін, возражениесін жаба отырып сатасыз. Не үшін разбормен сату керек деп айтамын? Потому что перепискамен жазған кезде ол клиент көбірек сливаться етіп жоқ болып кетіп тұрады. Ал разбормен алдыңа тет-а-тет алып келіп сатқан кезде сен ол клиентті полностью фокусын өзіңе ұстап тұра аласың. Яғни разбор ол адамды А точкасынан С точкасына дейін разбирать ету. Яғни сіз ол разбирать еткеннен кейін ғана ол клиентке не керек екенін білесіз да, и сіз уже пошагово схема бере аласыз. Получается, разбор сен үшін не үшін классно? Потому что сен ол жерден мықты опыт аласың, как бесплатный продукт ретінде елестетсең де болады. Яғни сен каждым разом разбор жасаған сайын клиенттерінің щупать етіп сезе бастайсың, и соңында сенде бесплатно берсең да саған заявкалар келе бастайды. 50 рет клиентке разбордың структурасын сатпайынша өз ойыңнан бір нәрсе придумать етіп сатамын деп ойламай-ақ қой. Вот мен саған қазір беретін разбор техникасын полностью notion күйінде жіберемін. Соған қарап отырып 1, 2, 3 деп просто жасап шықсаң болғаны. Вот бірінші қадамға не кіреді? Бізде точка А қазіргі ситуациясын разбирайым. Яғни қандай ситуацияда тұр, проблемасы не, болі не, барлығын сұрақ қойып білеміз. Екіншісі, жеткісі келетін нәтижесі, яғни точка Б-сы, и адам Б-ға өтуге дейін қандай ресурстар бар, соны определяйын. Вот осы жерде сіз разборға кірдіңіз, немесе осылай касаниемен тікелей сөйлесіп отырсаңыз да, сізде миыңыз структурны басы, ортасы, аяғы деген 3 этап тұру керек. Осы 3 этаптың ішінде лайфхак сізге керегі контакт орнатып алу керек. Яғни сіз бірінші клиентіңізбен контакт орната алмасаңыз, сізде уже ол адам ашылмайды, әрі қарай проблемасын айтпайды. Құдайдың өсегін айтатын кезде бірінші әңгімеңізді қыздырып аласыз ғой, бір-біріңізге сенім тудырып аласыздар ғой. Вот сол сияқты араға сенім туу керек. Одан кейін бірінші этапта не істейміз? Бірінші этапта қолыңыздан не нәрсе қазір келмей жатыр, қандай проблема бар. Екіншісі, қандай әрекеттер жасап көрдім осы уақытқа шейін. Мысалы, біреу айтады: менің курсымды запускать етіп көрдім, но продажаға келген кезде ешкім алмай қалды деді. Значит, бұл жерде әрекет бар. А бұл әрекеттің ішінде не келіспеді, что не получилось, соны разбираем. Дальше нәтижеге жетуге не кедергі? Дәл қазір қандай нәрсе жұмыс істеп тұр? Вот қазір, может быть, сізде контент жасау жақсы получается, но сатуға келген кезде тоқтап қалып тұрсыз. Почему? Потому что у вас этой структуры нету. Вот дальше енді бірінші пунктта просто тыңдайсыз. Клиентті просто тыңдайсыз. И тыңдағаннан кейін ақпараттан, яғни полностью сізге безизвестный картина тұрды. Қалай сатамын, мен сата аламын ба, сата алмаймын ба деген сияқты сомнениялар тұрды. Сол жерден кәдімгі өзіңіз картина жасап шығасыз. И осы жерде сізге керек бір ой, ең қажетті керек ой: мен все, болды, сатам деген шешім қабылдайсыз ішіңізден. Как бы это ни стоило, что бы это ни стоило, мен қазір сатам деген шешімді қабылдайсыз. Сол кезде у вас получится продажи. Получается, сұрақтардың жауабын соңында сатылымда пайдалана аламыз. Не үшін сұрақ қойып жатырмыз? Потому что соңында пайдалану керекпіз. Ал разборда өзінің проблемасын айтады. Не үшін? Потому что потребностін білуіміз керекпіз. Дальше, енді кейде клиент өзі былай тұруы мүмкін: менде бәрі жақсы, менде проблема жоқ, бәрі дұрыс деген позицияда тұруы мүмкін. Сол кезде біз оның айтамыз: давайте честно болайық, сіз маған өзіңіздің проблемаңызды айтып беріңіз, мен сізге шешім беремін. 1, 2, 3 деп соңында 3 қадаммен не жасау керек екенін айтамыз. Қалай жасау керек екенін біз, не жасау керек екенін айтамыз. Вот. Енді екінші этап армандағы нәтижесін анықтау. Получается, чего она хочет, именно қалайтын точкасы Б-сы не. Бұл жердегі клиенттің минустарын анықтап, оларды бетіне былш-былш етіп басып айту емес мақсат. Бұл жерде помогать ету үшін білуіміз керекпіз да. И ол жерде барып алып, парақшасын ашып кетіп, разбор жасап, өтіп кету керек емес. Главное, ол адамның аузынан ол қай жерде тұр, вот қай точкада тұр қазір, әрі қарай қалай жүру керек, соны анықтаймыз. Біз ол жерде барып разбор жасап кетпейміз, просто өзін сұраймыз. И осы жерде
қанша тапқың келеді, сен қанша адамға сатқың келеді, мысалы, допустим, таргетолог болсаң, қанша клиентке услугаңды сатқың келеді, қандай чекке сатқың келеді деген сұрақтар қоямыз. Получается, отодвигаемся от чека, от запроса, уже решениесін бере аламыз. А если бұл сұрақтарды қоймай, ага деп просто тыңдап отыратын болсаң, у тебя продажи не получится. Дальше біздің задача клиенттің армандағы Б точкасын анықтап алу, и одан кейін онымен бізге жету мүмкін ба? Мысалы, менімен бірге жету мүмкін ба? Мүмкін емес па? Соны білеміз. Дальше клиент өзінің возможный, мысалы, алдағы болашақтағы картинасын көре білу керек та сізбен бірге. Ол мәселе ол жерде армандап қызып қойып, тастап кету емес, решение беру ғой. Поэтому А точкасынан Б точкасына өтетін жердегі сұрақтарды бір-бірінен қойып шығасыз. А что еще? Тағы не деген сияқты вспомогательный сұрақтар қойып отырамыз. Адамдар көбіне өзіне армандауға да мүмкіндік бермейді. Мысалы, не картинаға сенеді, сол картинамен өмір сүре береді. Одан әрі қарай масштаб жоқ деген сияқты картина болуы мүмкін. Поэтому оны көрсете алу керексіз. Бұл нүктесіне жетуде үшінші этапта клиенттің қандай ресурстары бар екенін анықтаймыз. Может быть, мысалы, сіздің өзіңіздің книжкаңызда, записной, яғни контактыңызда всегда постоянно ақылдасатын, бір шаруаны шеше алатын, масштабта тұрған адам болу керек. Не үшін? Ол енді сатуға байланысты қатты емес, но сізге айтып кетейін. Вот сіздің книжкаңызда масштабны ойлай алатын адамның несі болу керек, контактысы болу керек. Ол адамға, мысалы, сіз келесіз да, мен 100 000 теңге тапқым келеді деген кезде, сен мынаны істесең, каждый нешінен миллион теңге деген масштабный мысль беру мүмкін да. Вот сол мысль беретін контакты сіз болу керексіз. Мен осыны сатқым келеді деген кезде сіз еске түсу керексіз клиенттің. Сол үшін осы өзіңізге де сондай адамды заведите. И во-вторых, сіз де сол болыңыз, потому что Б точканы елестете алатын, ресурсының қандай екенін анықтап по полочкам қойып бере алатын адам ғана сата алады. Дальше, кейбір ресурстар клиенттің өзінде бар. Мысалы, парақшасы болуы мүмкін, охваты болуы мүмкін, продуктысы болуы мүмкін, экспертнесі болуы мүмкін. Может быть, ол просто күшті сөйлей алатын шығар, ойын ашық жеткізе алатын шығар. Соның өзі ресурс. Ал қалған продукттың бағдарламасын құру, скрипттар жасау, запуск жасау дегенді сіз істеп бере аласыз. Может быть, сатып бере аласыз да. И дәл осы жерде өзіңізден де қараңыз. Менің ресурстарым қандай? Мен неге сата алмай тұрмын деген сұраққа жауап іздеп беру үшін айтатын сізге. Дальше, не жетіспей тұрған анықтап аламыз клиентке, и қалай көмектесетінімізді табамыз уже осы жерде. Оған керек емес пункттарды айтып керек емес. Мысалы, көбісін сата алмауы көп нәрсе завалын айтып тастайды. Адам ішінен хаостан қайсын теріп аларын білмейді да. Мен ойланайын деп кетіп қалады. Вот ключевой 2-3 шаг бересіз. Мынау, осыдан кейін сізде первый продажа кетеді деген нәрсені беру керек та. И осы жерде клиенттің сатылым этапында уже біз запростарын анықтадық, А точкасын білдік, Б точкасын білдік, С-ға келе жатырмыз. И осы С точкаға келе жатқан кезде сатылым этапы, яғни клиенттің А точкасымен жеткісі келетін Б точкасын қайтадан есіне түсіреміз. Егер менің продуктымдағы осы мүмкіншіліктер сіздің ресурсыңызбен біріксе, вот біз осындай результатқа жете аламыз деп презентовать етесіз өзіңізді. Осы жерге келген кезде, а может быть не получится, а может быть сатып алмайтын шығар, сатпай қойайын ба деген идеялар келеді сізге. Жоқ, осы жерде мен все болды сатамын деген шешіміңізді қайтадан есіңізге түсіріңіз. Осы жерде қанша төлеуге дайынсың, қашан бастауға дайынсың, оплатаны қай күні енгізе аламыз, қалай жұмыс бастай аламыз деген уже сіз жағынан предложение кету керек. Сіз әрекетке шақыратын, закреплять ететін, сделканы жабатын сұрақтар қойып бастайсыз. Осы жерде өте маңызды, разбор барысында сату емес, көмектесу позициясында шынайы болыңыз. Сіз шынайы болған сайын продажда экологичный өтеді. Егер клиент бірден бағасын сұрап шықса, не істеу керек? Бірден бағасын сұрап шықса, келісесіз. Всегда возражение жабу үшін, сіздікі дұрыс, менікі қымбат болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз мынаумен салыстырсаңыз, менде осындай артықшылықтар бар деп 2-3 пунктты подберите. Или же жоқ, маған қазір керек емес десе, дұрыс айтасыз, может быть, қазір сізге керек емес шығар, бірақ қазір сізге не керек болып тұр, тағы да ойланып көрейікші деп қайтадан возражение жабу этапына көшеміз. Ал егер де қатты қымбат продукт болса, сіздің премиальный продуктыңыз болса, ол жерде возражение жабуға ойлануға болады чуть-чуть. Скорее всего, сіз возражение жабудың өзіне қарсы болсаңыз, сізде сатуға байланысты бір дұрыс емес ойлар болуы мүмкін. Осы ойларда тек қана жаңа бір идея көмектеседі. Мен көмектесемін деген. Осы жерде көмектессеңіз, сіз өзіңіз үшін до конца сатпай қаласыз ғой, өзіңіз үшін тұрсаңыз. Ал көмектесемін деп тұрсаңыз, сіз адамның көзқарасын өзгертуге тырысатын боласыз. Вот здесь осы жерде продажа болады. Бағасын тіке сұрағанда сатуға болады, когда сен твердый экспертсің.
тікесінен бағасын айтасың, и все, сделка жабылды. А когда у тебя енді шагать етіп жатырсың, әлі осы структурамен елу ретті сатып көрмедің, значит сен басынан бастап аяғына дейін осы структураны миыңда ұстап тұруың керексің. И осының арасында клиент өзінің проблемасын айтып кете беретін болса, семьясын, күйеуін, бала шағасын айтып кете беретін болса, қайтып алып келіп осы проблемаға алып келеміз. И соңында сізде сделкада, фикста, прайста бәрі де болады. Вот осы структураны мен сіздерге қазір PDF-ка күйінде беремін. Осыны өзіңізге галочка қылып түртіп алыңыз, басынан аяқ жүріп өтіңіз. Бұл сатудың бір ғана техникасы. Бұл методпен де сатып, өзіңіздің первый продажаңызды жасай аласыз, оған гарантия. Екіншіден, егер де сіз тағы да сату методтарын үйренгім келеді, өздігіммен маған бұл бір метод аз болады десеңіз, менің практикумыма келіңіз. Практикумға қатысу үшін осы видеоның астына анкета қалдырамын. Толтырып кетсеңіз, мен сізге хабарласамын.